Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Бәріңізге қайырлы кеш. Мен Алек Джон. Мен The Guardian тілшісімін. Бұл жерге Шонды таныстыру үшін келдім. Сіздер мен емес, оны тыңдауға жиналдыңыздар. Сонымен аздап Шон Кэрролл туралы. Осында жиналған екенсіздер, ендеше ол туралы хабарларыңыз бар. Оның кітабымен таныс шығарсыздар, немесе дәрістен кейін сатып алып оқиды деген сенімдемін. Шон Калифорния технологиялық институтынан келген физик теоретик. Онда атақты физик Фейнман және басқадан Нобель сыйлығын алған ғалымдар жұмыс істеген. Ол қара энергия мен жалпы салыстырмалық теориясына мамандандырылған. Ол сонымен қатар ғарыштық дисперсияда өте танымал блогер саналады. Бұл астрофизиктер арасындағы танымал блог. Енді онда Шонның жеке парақшасы ашылды. Шон ғылымды танымал ету саласындағы беделді адам. Ол сондай-ақ ақш-тағы көптеген ТВ шоуларды қаржыландырған. Күндердің бірінде Шон қатысқан Морган Фриманмен кеңістік және уақыт арқылы бағдарламасымен қоса, басқа да телеөнімдерін осы жерде көрсететінімізге сенемін. Оның білімі Фриманнан да асып түсетін шығар бәлкім. Ол дейді. Бұл жайында кейін өзінен сұрайсыздар. Тағы бір маңызды жай. Шон Кольбер есебі ақпараттық бағдарламасының қонағы болған. Бәріміз білетіндей, ол ақш-тағы ең танымал шоу. Ол сондай-ақ көптеген голливудтық блокбастерлерге ғылыми кеңесші ретінде атсалысты. Айта кетейін, кек алушылар кинотуындысына да тікелей қатысы бар адам. Сондықтан одан фильмнің жалғасы туралы сұрауға болады. Шон сонымен қатар кітаптар авторы. 2010 жылы қаңтарда ол уақыт осі туралы кітап жазды. Ол мәңгілік уақыттың ақтық теориясын іздеуде деп аталады. Ал оның соңғы кітабы үлкен андрондық коллайдер туралы. Хиггс бозонын іздеу және оны іздеген адамдар туралы. Ол бізге 2012 жылдың шілдесіндегі осы ізденістер туралы баяндап бере алады. Шындығында, Хиггс бозоны дегеніміз не? Ал әлемнің шетіндегі бөлшектер кітабы туралы әңгімелесу үшін Шонды қарсы алыңыздар. Хиггс бозоны бізді жаңа әлемнің бастамасына қалай апарады? Рахмет, Алек. Осы кешке келгендердің бәріне рахмет. Корольдік институтқа осы тарихи жерде шығып сөйлеуге шақырған үшін алғыс айтамын. Және бір кездері Майкл Фарадей осы аудиторияда отырып, Хамфри Дэвид дәрісін қағазға түсіргенде. Сіздер де твиттерге тап осы жерде болып жатқанның барлығын нақты уақыт режимінде біздің бөлшектер хэштегімен жазсаңыздар болады. Қуанышым қойныма сыймай тұр. Әңгіме аудитория туралы емес, Лондон жайында. Бұл қала елдің рухы Англияның кіші ағайыны деп есептеуге болатын менің туған құрама штаттарынан біршама ерекшеленеді. Лондон ғашықтарға арналған деген твиттер біздің әлемнің шетіндегі бөлшектер дәрісін ғылымға ғашық адамдарға арналған тамаша жер ретінде ұсыныпты. Бұл басты ерекшеліктердің бірі деп білем. Көбіңіз бұл орынға тап осы кеңес арқылы келген шығарсыздар деп ойлаймын. Көздегі мақсатымыз да бір болады. 2013 жылдың 4 шілдесінде Женевадағы ЦЕРН элементарлы бөлшектер физикасының алып зертханасына және адамдармен салынған ең үлкен машина, үлкен андронды коллайдер, туған үйіме баруға мүмкіндік алды. Ал 4 шілдеде ол жақта екі өте қызықты таныстырылым өтті. Қызықты болғаны сонша, 20 жасар физиктердің көбі біздікі сияқты лекция залынан жақсы орындар алу үшін түнде кезек алған. Айтпақшы, мен осында таңғы 5:00-ге келдім. Бірақ залдан ең жақсы орын алу үшін біреудің кезекте тұрғанын көрмедім. Ал жас ғалымдар екі тұсаукесерді жіберіп алмауға қатты бекінген сыңайлы. Шара көрермендерінің қолында сансыз ноутбуктері бар рок-концерт іспеттеді. Сондай-ақ жиынға презентацияны тыңдауға 80 жастағы физиктер де келді. Ақсақал ғалымдар көптеген 10 жылдықтар бойы іздеген теория мен болжанған жаңа бөлшектердің ашылуы туралы, Хиггс бозоны туралы естіп таңданыстарын жасыра алмады. Дегенмен, бөлшектер ол жай ғана бөлшектер. Біз оларды бұрыннан, бірінен соң бірін ашып келеміз. Неге бұл оқиға көпшілік үшін соншалықты маңызды? Міне бүгін мен жауап берем деген сұрақ, ол неге сонша маңызды?
Бұл неге бізді соншалықты алаңдатады? Неліктен Женевада адамдар соншалықты қолайсыз жағдайда мерзімінен бұрын түнгі уақытта кезекте тұрды? Жай ғана үшінші қатардан екі таныстырылымды көру үшін бе? Физиктер мұның болатынын білген. Бұл таңғаларлық емес. Біз бұл бөлшектерді ұзақ уақыт іздедік. Біз оны жақын арада табылатын айқын белгілер болған. Бұл белгілердің бар екендігі мені осында қолда сатып алуға болатын кітапты жазуға түрткі болды. Сондықтан біз таңданбадық. Дегенмен, біз адамдарға неліктен бұл жаңалықтың маңызды екенін түсіндірмей өттік. Әлбетте, адамдарға жеткізуге талпындық. Тіпті физиктер аудиторияны таңдандыратын кейбір жарқын атауларды ойлап табуға тырысты. Ал бұл оңай нәрсе емес. Әйтсе де, атаулары шынында сәтсіздікке ұшырады. Оларды пайдаланғанымызға өкінеміз. Біз олардан бас тарттық. Алайда, біз осы құбылысты ұғыммен түсінбедік. Менде Хиггстің бозонын неліктен дұрыс түсіндіре алмайтынымызға қатысты теория пайда болды. Теорияның мәнісі мынада. Біз өз түсіндірмемізде басқа нәрсеге сүйеніп жүрдік. Біз әдетте бөлшектердің физикасы туралы әңгімені осы адамнан бастаймыз. Біреу бұл кімнің портрет екенін біле ме? Әрине, сіздер білмейсіздер. Бұл шамамен Демокрит портреті. Демокрит 2500 жыл бұрын өмір сүрген ежелгі грек философы. Негізінде Демокрит бөлшектер физикасындағы алғашқы теоретик болды. Аталмыш теорияны шынымен дамытқан адам еді. Оның ізашары да соны істеген, бірақ ол ештеңе жазған жоқ және ғылыми ортаға жарияламады. Сонымен, Демокрит әлемді атомдардан тұратын теорияны, ол айтқандай бірінші болып жариялады. Қазір қарапайым бөлшектер деп атаймыз. Өйткені 19 ғасырдың ғалымдары бөлшектерді атомдар деп атауға асыққан. Дегенмен олар шынымен бөлінбейтін болмаған. Бірақ Демокрит идеясының таңғаларлығы сонша, біз сәл кідіріп оның не жайында айтқанын жақсылап қарауымыз керек. Егер сіз айналаға қарасаңыз, мұнда ауа, мұнда ағаш, мұнда үстел, мұнда металл, мұнда киім, мұнда басқа адамдар бар. Бұл материалдар мен заттар бір-бірінен өзгеше. Олар әртүрлі қасиеттерге ие. Олар әртүрлі көрінеді. Олар бәріне әртүрлі жолмен әсер етеді. Дегенмен, Демокрит бұл айырмашылық маңызды емес дейді. Тек атомдар деп аталатын бірдей негізгі элементтерден тұратын құрылымдардың пішіндері ғана ерекшеленеді. Тексеру үшін көп уақыт кетті. Және ол дұрыс болып шықты. Және біздің уақытымызда Демокрит идеялары бөлшек физикасы деп аталатын нәрсеге айналды. Әрине, 2,5 мың жыл бұрын өмір сүргендіктен Демокриттің шынайы портреті сақталмаған. Бар сақталғаны бұл күліп тұрған философ деген лақап аты. Осыған байланысты оның лақабаты, оның портреті қайта өркендеу дәуірінде жиі салынған. Өйткені портреттік суретші күліп тұрған өзінің суретін салып, содан кейін Демокрит деп жазып қойған. Демек, бұл Демокрит деп аталатын Рембрандттың өзіндік портреті. Бізде де Демокриттің қандай болғаны жайында ешқандай ұғым жоқ. Бірақ біз бөлшектер физикасы деп атайтын ұлы теорияны бастау үшін оған ризамыз. Дегенмен мәселе бөлшектер физикасы Хиггс бозонының табиғатын түсіну үшін өте қолайлы еместігінде. Және бұл бәріміз кезіктіретін кедергі тас. Сондықтан мен әңгімені Демокриттен емес, Хиггс бозоны туралы айтудан бастаймын. Ұлы ойшылдардың жас ұрпағы осы жігіттерден бастаймын. Олар американдықтар. Сіздер бұл феномен жайында ештеңе білмеулеріңіз мүмкін. Бұл Insane Clown Posse тобы. Бұл екі жас мырза, Violent J және Shaggy 2 Dope, бұл шын есімдер емес, олардың актерлық лақап аттары. Жігіттер Құрама Штаттарда танымал, олар өз беттерін бояйды. Олардың Джаггл атты ізбасарлары бар. Олар үлкен концерттер ұйымдастырады. Олар рэперлер, олар музыканттар. Бірнеше жыл бұрын олар әлемді дүр сілкіндірді. Өйткені олардың әндерінің көпшілігі заңсыз әрекеттермен, зорлық, зомбылықпен және басқалармен байланысты. Олар кештерде көңіл көтереді. Олардың айналысатыны осы. Мәселен, бірнеше жыл бұрын олар қоршаған әлемнің ғажайыптар жайлы философиялық ән жазып, әлемді таң қалдырды. Ән ғажайыптар деп аталады. Мәтіні мынадай: айнала толған ғажайып, көз сал бірге қарайық. Су, от, ауа, шалшық та өз алдына ғажайып. Құрып кеткір магниттер, сиқырсыз қалай жұмыс істер. Әннің мәтінін Google-дан қарауларыңызға болады.
Жігіттер магниттер қалай жұмыс істейді деп сұрап, ғылыми қауымдастық тарапынан біраз сынға ұшырады. Біз магниттердің қалай жұмыс істейтінін білеміз. Көптеген жылдар бұрын дәл мен тұрған жерде онымен байланысты көп нәрсе көрсетілді. Яғни бізде магнит деп аталатын сиқырлы құбылыс табиғатының жұмыс жасап тұрған ғылыми теориясы бар. Бірақ мен өнерлі жігіттерге әлі де алғыс айтқым келеді. Өйткені жұмыс жасап тұрған құбылысты дәлелдейтін теорияға теңдеулерге қарамастан, бұл бәрібір таңғаларлық. Магнит туралы ойланыңыз. Магнит сіз металдың бір бөлігіне бекітуге болатын нәрсе. Оны жанастырған сәтте ол тоңазытқышта немесе басқа жерде ұсталып тұра береді. Мысалы, оқшаулағыш таспалардың бір бөлігін немесе сағызды немесе басқа нәрсені жабыстыруға болады. Бірақ оқшаулағыш таспалар туралы айтатын болсақ, онда ол тоңазытқышқа жабысу үшін біз оны жанастыруымыз керек. Сағыз да тоңазытқышқа жабысу үшін жанасуы керек. Кішкентай жәндіктер немесе қабырға бойымен жүретін геккон оған ұстап тұру үшін қол тигізуі керек. Магнит, егер оны металдың бір бөлігімен ұстасаңыз, жабысқанша жанасуды бастайды. Магнит бос кеңістік арқылы әрекет етеді. Тоңазытқыш Ньютон заңдарына сәйкес кері әсер етеді. Екі нәрсе қосылады. Олар бір-біріне тиіп тұрмауы керек. Бұл қалай болады? Магнит бекітілуі мүмкін жақын маңдағы тоңазытқыш бар екенін қайдан біледі? Мен сіздерге жауап берем. Бірақ алдымен мұның өзі осы қазіргі заманғы философтарды да таңғалдырды. Бұған ежелгі табиғатты зерттеуші философ таңғалды. Біз оның есімін Исаак Ньютон мырза туралы айтқан болатымыз. Ол қашықтыққа әсер ететін осы құбылысқа таңғалды. Ньютон магнетизмге емес, гравитацияға қызығушылық танытты. Бірақ бұл да дәл солай. Жер айға немесе жерді айналып жүретін жер серіктеріне әсер етеді. Олар бір-біріне жанаспайды. Жер қоршаған заттарға өзінің әсерін тигізу үшін бос кеңістікті жүріп өтетін сияқты. Ньютонның айтуынша, әлемдегі гравитацияны кері шаршы заңына сәйкес түсінуге болады. Ауырлық күші қашықтаған сайын әлсірей береді. Екі нысан арасындағы кері шаршыға пропорционалды. Дегенмен, шын мәнісінде ол әлденеге қымсынды. Ол айтқандай, қашықтыққа әсер ету құбылысының ешқандай мағынасы жоқ. Бірақ бұл оның теориясының бір бөлігі болатын. Қазіргі заманғы физиктер кванттық механиканы қалай зерттесе, Ньютон да өзінің танымал гравитациялық теориясындағы қашықтыққа әсерді дәл солай қарастырды. Көптеген табысты эксперименттер керемет дәлдікпен заңдардың тізімі шындықты көрсетеді. Алайда біз іштей оның бәрінің де мағынасы жоқ деп ойлаймыз. Мұның бәрін түсіне алмаймыз. Ал Ньютонның қашықтыққа әсер ету мәселесін басқа философ ғалым Пьер Саймон Лаплас шешіп берді. Лаплас жаңа гравитация теориясын әзірледі. Айтарлықтай жаңа емес, бұл да Ньютонның теориясында еңбек болатын. Лапластың гравитация теориясы туралы ешкім айтып тұрған жоқ. Бірақ бұл Ньютон түсінігінің жаңа мазмұны болды. Ол қашықтықтан әсерлерді жоюға мүмкіндік берді. Лаплас өте алыс қашықтағы объектілер арасында пайда болатын кездейсоқ күштердің орнына көз алдымызға ғаламды толтыратын белгілі бір өрісті елестетуді ұсынды. Математикалық тұрғыдан бұл ғарыштың әрбір нүктесіне өрістің мәнін білдіретін сан бар екенін білдіреді. Бұл бөлмедегі ауа температурасы сияқты. Әр нүктесінде температуралық мағынасы бар. Бірақ бұл қалыпты мағынадағы материалды зат емес. Шындықтың бұл іргелі қасиеті гравитациялық әлеуеттің өрісі. Және бұл былай жұмыс істейді. Бұл жер, ал бұл қисық гравитациялық әлеуеттің өрісі. Бұл жермен басылғандай, бірақ одан алыста біртіндеп көтеріледі. Ал нысанның сезімін тудыратын тарту күші осы сызықтың ауытқуының нәтижесі саналады. Бұл гравитациялық өрістің ауытқуының шарасы. Осылайша қашықтағы объектіге бірден әсер ететін күштер жоқ. Жерден айға дейінгі гравитациялық өріс біртіндеп өзгереді. Жерде гравитациялық әлеует аз, ал айға жақындаған сайын ол өзгеріс мәңгі жалғасады. Яғни жер ғаламның бүкіл аумағында гравитациялық потенциал өрісіне әрекет етеді. Ірі қашықтықта ол ешқандай тікелей әсер етпейді. Және осы өріс идеясы өте жемісті болды. Оны дамытқан тек Лаплас емес. Жалпы айтқанда, физиктер үшін өріс тұжырымдамасымен тығыз байланысты адам, ол дәл осы орында дәріс оқыған Майкл Фарадей. Оның айтуынша электр энергиясы туралы электр өрісі тұрғысынан ойлау керек.
Бүгін біз оны жүзеге асырудамыз. Бөлшектер мен өрістер туралы сөз қозғаудамыз. Бір жағынан бөлшектер мен өріс бір-біріне қарама-қайшы. Ол осында және еш жерде жоқ. Өріс керісінше, өріс барлық жерде. Кеңістіктің әрбір нүктесінде өрістің белгілі бір мәні бар. Сол жақта орналасқан суретке қарасаңыздар, Вильсон камерасы арқылы бөлшектердің жолын байқайсыздар. Бұл жеке сызықтар. Бөлшектер камера бойынша жылжып, артынан із қалдырады. Ол майысқан, себебі ол магнит өрісінде жылжиды. Оң жақ суретте магнит бейнеленген. Арнайы құралсыз өріс сызықтарын көре алмайсыз. Бірақ оларды магниттің жанындағы майда үгінділерден анықтауға болады. Бұл магнит айналасындағы кеңістікте көрінбейтін өрістің болатынын дәлелдейді. Бөлшектер мен өрістер физиктердің айтуы бойынша шындықты қалыптастыратын екі негізгі ингредиент. Бір кездері физиканы оқыған болсаңыз, жарық бөлшек пе, жоқ әлде толқын ба деген сұрақтарға кезіккен шығарсыз. Толқындар өрістегі тербелістің түрі. Ең маңыздысы не? Бөлшектер ме, жоқ өрістер ме? Әрине өрістер. Міне сіздерге тіке жауап. Бұл құпия емес. Аталмыш сұрақ қойылғанда ешқашан жауап берілмейді. Мен оны ондаған жылдар бойы күттім. Бұл сұрақтың жауабы қандай? Ол алдыңызда. Өрістер. Бұл туралы сұрақтар бар ма? Мен егжей-тегжейлі тереңдеуді жоспарлаймын. Бірақ шамадан тыс емес. Дегенмен бұл негізгі слайд. Сондықтан, онда осыдан басқа ешқандай ақпарат жоқ. Хиггс бозонының түсінудің қиындығы сол, сіз дүниені бөлшек әлемі деп ойлаудан жалықпауыңызды. Ал оны өріс ретінде ойлай бастауыңыз керек. Сіз, бірақ бұл үстел атомдардан, ал атомдар электрондардан және тағы басқалардан тұрады. Ал электрондар ол бөлшектер, әлемде бөлшектер бар деп айтуыңыз мүмкін. Бұл олай емес. Бұл біз, физиктер, үнемі жасырып жүрген құпия. Және мен сіздерге дәл қазір оның сырын ашам. Бөлшектер туралы ойлаудың себебі кванттық механика. Әлем өрістерден тұрады. Кванттық механика сіз оны тікелей көре алмайсыз дейді. Кванттық механика бойынша шындықтың аясы біз байқағаннан әлдеқайда кең. Сондықтан, бөлшектер бар деп ойлауыңыздың себебі мынадан тұрады. Өрістер барлық кеңістікті толтырғанмен және кеңістіктің әр нүктесінен өрістің көптеген толқыны өткенімен. Сіз осы өрістерге көзіңізді жақындатсаңыз, олар жеке бөлшектер күйіне ауысады. Оң жақтағы суретке қараңыз. Оксфордтағы физик Дэвид Дойч есептеу кванттық теориясының негізін қалаушылардың бірі былай дейді. Өзіңізді бақа деп елестетіңіз. Негізінде ешқандай айырмашылық жоқ. Жай ғана бақалар адамдарға қарағанда әлдеқайда жақсы көреді. Мысалы, бақалар жарық жеке бөлшектерін, фотонды көре алады. Сіздер бұл жерде шамдарды экраннан және тағы басқалардан көріп отырсыздар. Жарықтың қосарланған табиғаты бар. Жарық электромагниттік өрістегі толқын. Өрістер барлық жерде. Әрбір нүктеде шағын электр өрісі бар. Шағын магнит өрісі. Олар тербеліс жасайды және ол біз көретін жарық. Бірақ кванттық механика бұл жарыққа мұқият қарағанда, ол фотондар деп аталатын бөлік бөлшектерге айналатынын айтады. Фотондар электромагниттік өрістің толқынына қараған кезде көретін бөлшектер. Айталық, жарық немесе шам ұстаған адам сізден қараңғыға қарай алыстағанда, жарық күңгірттене бастайды. Және сіз үшін ол біртіндеп жоғалады. Бірақ сіз бақа болғаныңызда, егер көру қабілетіңіз жақсырақ болғанда, жарық күңгірттенуін қойып жылтылдайтын еді. Сонымен жарық бәсеңдемейтін төменгі нүкте бар. Жай ғана жарық үзік-үзік көрінеді. Сіз бір мезгілде көптеген фотонды көруді тоқтатасыз, бірақ көз торына түсетін жеке фотондарды байқайсыз. Кванттық механика бойынша жарықтық фотондарға ыдырауының себебі сіздің оған қарап тұрғаныңызда. Бөлшектер мен өрістердің арасындағы байланыс әлем өрістерден құралғандығында, ал бөлшектер сіздің әлемді қалай көре алатыныңызды түсіндіреді. Яғни осы үстелдің атомдары, оның электрондары, кварктары, протондары, өрістегі тербелістер. Вибрациялық кварк өрісі бар. Оған қарасаңыз, кварктерді көресіз. Дірілдейтін электр өрісі, нейтрино өрісі, гравитациялық өріс және тағы басқа да тағы сол сияқтылар бар. Кванттық өріс теориясы бұл қазіргі заманғы физиканың орталық концепциясының жүрегі. Және ешкім бұл туралы сізге ештеңе айта алмайды. Тек менің кітабымды салып алу арқылы ғана біле аласыз. Енді оны мәтіндік тұрғыдан қарастырайық. Бірнеше ондаған жыл бұрын, 1930 жылдарда сіздер білетінде физикалық өріс деп аталатын физикалық бөлшектер туылған кезде, қай жерде болғанымызды елестетіп көрейік. Бірақ
Ескі терминологияны қалдырайық. 1935 жылы физиктер сәл алға жылжыды. Өйткені оларда үш бөлшек бар еді. Яғни ғалам туралы ұғым болды. Осы үстел, ауа, сіз және бізді құрайтын атомдар болды. Және олар атомның құрылымын білген. Ортасында протондар мен нейтрондардан тұратын ядро болды. Үлкен ауыр бөлшектер. Олардың айналасында электромагниттік күшпен ядроға таратылатын электрондар айналатын. Атом ядросының ішінде протон мен нейтронды бірге сақтайтын ядролық күштерді белгілі болды. Және барлық бөлшектерді бір-біріне тартатын гравитация. 1935 жылғы суретке қарап, бұл сурет шындыққа сәйкес келеді. Сіз бұрын кездестіргеннің бәрі осы ингредиенттерден тұрады деп айтарсыз. Сіз ұнататын адамдар. Олар протондар, нейтрондар және электрондардың әртүрлі комбинациясы. Дегенмен, ғылым бұл жерде тоқтамайды. Біз зерттеуді жалғастыра бердік. Біз көп бөлшектер таптық және құралған көрініске бір нәрсе қостық. Бір жағынан біз протондар мен нейтрондардың ішіне қарап, кварктерді таптық. Жоғарғы және төменгі кварктар түрлі комбинацияларға біріктірілетін протондар мен нейтрондарды құрайды. Яғни бөлшектердің санының көбеюі байқалмады. Жай протон мен нейтрондардың орнына біз жоғарғы және төменгі кварктер туралы айта бастадық. Бірақ күштер саны өсті. Бізде протон мен нейтронды ұстайтын бір ядролық күш болатын, ал олар екеу болды. Кварктерді біріктіретін күшті өзара әрекеттесу және күнделікті өмірде үнемі байқалатын әлсіз өзара әрекеттесу. Бірақ ешқашан оларды байқамайсыз. Әлсіз өзара әрекеттесу өте әлсіз, сондықтан оны солай атайды. Бірақ бәрібір ол маңызды. Бізде Лос-Анджелесте көшеге шықсаңыз, онда аспанда сәуле шашатын жарық нүктені көруге болады. Біз оны күн деп атаймыз. Кейде ол Англиядан да көрінеді. Күн деп аталатын бұл жарық нүкте энергия шығарып, әлсіз өзара әрекетті саналады. Екі протон қосылған кезде, олардың біреуі нейтрино деп аталатын басқа бөлшектерді құрау арқылы нейтронға айналуы мүмкін. Одан кейін олар бірігіп шағын атомды құрайды. Энергия босатылады және ядролық синтез өтеді. Бұл жаңа көрініс. Біз әлі де түсінбейтін себептерге байланысты бұл төрт бөлшектер нейтрино, төменгі кварк, жоғарғы кварк және электрон бөлшектердің бір тұтас отбасы болып шығады. Тағы бір осындай отбасы бар, және тағы біреуі өз алдына. Егер сіз қаласаңыз, үш ұрпақ. Неліктен бірдей үлгі үш рет қайталанғанын ешкім білмейді. Бұл біз үшін құпия. Бірақ егер сіз бұл суретті түсінбейтін болсаңыз, сізге қарапайым нәрсе қажет болса, мен сізге осындай блок сызба жасадым. Қарап көруіңізге болады. Егер қандай да бір бөлшектердің бар екенін білгіңіз келсе, жай ғана блок сызба сұрақтарына жауап беріңіз. Сонымен бізде үш ұрпақ бар. Бұл жоғарғы және төменгі кварктар, электрон және нейтрино және жоғарыда бөлшектердің тағы бір ұрпағы. Одан жоғары бозондар және жоғарғы оң жақ бұрышында жалғыздықта Хиггстер бозоны орналасады. Мәселен, әлемдегі бөлшектердің бұл суретін сәтті сипаттайтын неге біз басқа бөлшектерге мұқтажбыз? Хиггс бозоны деп аталатын ғаламды тесіп өтетін тағы бір өріс бар ма? Біз бөлшектер физиктері ядролық күштерді түсінуге тырысқан 1950-1960 жылдарға оралдық. Күнделікті өмірде сіз ядролық күштерді байқамайсыз. Электромагнетизмді көз ашқан әрбір сәтте көресіз. Жарық бұл электромагниттік құбылыс. Жылу электромагниттік құбылыс. Қашықтан басқару құрылғысы, лазер көрсеткіштері, электромагнетизм барлық жерде бар. Әрине, сіз гравитацияны байқайсыз, бұл қарапайым. Бірақ сіз ядролық күштерді байқамайсыз, және неге? Бұл гравитация және электромагнетизм өте үлкен қашықтыққа таратылатынына байланысты. Олар негізінен шексіз алыста әрекет ете алады. Олар осы бөлмеде ғана емес, сондай-ақ ғарышта, әлемнің құрылымында да бар. Әлсіз және әлсіз өзара әрекеттер өте қысқа қашықтықта жұмыс істейді. Және 1950 жылдардағы көзқарас тұрғысынан бұнда ешқандай мағына жоқ. Біз гравитацияны, электромагнетизмді түсіндік. Дегенмен бәлкім күшті және әлсіз өзара әрекеттер гравитация мен электромагнетизмге ұқсас деген қағиданы ұстану барысында біз әрдайым сәтсіздікке кезігіп келдік. Өйткені күшті және әлсіз өзара әрекеттер шексіз алысқа тарайды. Теоретикалық үлгінің нәтижесі осындай болды. Яғни бөлшектер мен олардың өрістері. Электромагнетизм үшін фотонның, гравитация үшін гравитонның салмағы жоқ деп айта аламыз. Олар жарық жылдамдығымен қозғалады.
Олар бүкіл ғаламмен өздерімен байланысты күштерді пайдалана отырып саяхаттай алады. Ал математика күшті және әлсіз өзара әрекеттерге сәйкес келетін бөлшектердің де массасы болмауы керек деп болжауды жалғастырды. Сәйкесінше, алыс қашықтықта көрінуі керек еді. Алайда олай болмай шықты. Бұл жұмбақ физиктердің шамына тиді. Ал шешімін тапқандарға Нобель сыйлығы үлестірілді. Физик студенттердің өмірін күрделендіру үшін табиғат күшті және әлсіз өзара әрекеттесу үшін қысқа қашықтықта әртүрлі әрекет қағидаларын қолдануға шешім қабылдаған сыңайлы. Күшті өзара әрекеттесу. Мен бұрынғы слайдқа оралам. Сізден алыстап бара жатқан шам туралы ойланыңыз. Ауырлық күші немесе электромагнетизм күші қарсы шаршы заңына сәйкес кішірейтін сияқты. Шам жарығы да сол өлшемде кішірейеді. Жарық шамы сізден алыстатылған кезде қашықтық квадратына керік пропорционалды түрде азаяды. Егер біз бұл аналогияны жарықтылыққа қолданатын болсақ, онда біз күшті немесе әлсіз өзара әрекеттесудегі шартты шам сіз жақындаған кезде өте жарық жанатынын көреміз. Ал шам алыстаған сәтте электромагнетизм мен гравитация сияқты біртіндеп емес, бірден көмескіленеді. Осылайша екі жағдайда екі түрлі қағидашы. Мықты өзара әрекеттесуші тасымалдаушылар глюон деп аталатын бөлшектер, және олар салмақсыз. Дегенмен, егер сіз өзіңізден алыс жатқан осы шамы бар элементтерді сілкіп тастасаңыз, онда барлық глюондар протонда немесе нейтронда қозғала бастайды, және шыға алмайды, ұсталып тұрады. Яғни олар шын мәнінде салмақсыз, бірақ шыға алмайтындай кедергі бар. Сондықтан протонның ішіне қарасаңыз, күшті өзара әрекеттер өте жарқын көрінеді. Бірақ артқа шегінсеңіз болды, сіз ештеңе көрмейсіз. Бірнеше жыл бұрын аталмыш шегеруді немесе күшті өзара әрекеттегі конфайнментті ашқан үшін Нобель сыйлығы тапсырылды. Әлсіз өзара әрекеттер мүлде басқа қағида бойынша жұмыс істейді. Біз тұманды түнде дала кезіп жүргенімізді елестетіп көрейік. Англияда тұманды күндер көп. Сонымен түнде ауа сіз көре алатын нәрсеге толы. Тұман немесе түтін. Бізде Лос-Анджелесте түтін тұманның бір түрі. Соның салдарынан жарық жол тартқан кезде жұтылады. Мәселен, жақын жерде болсаңыз, шамды көресіз, және оны көру еш қиындық тудырмайды. Бірақ егер ол алыстап кетсе, ұшты күйлі жоғалады. Себебі жарық жай әлсіреп, ол кеңістіктегі осы кедергіге, түтін, тұман немесе сол сияқты нәрселерге тап болады. Осылайша әлсіз өзара әрекеттесу кезінде ғалам осылай жұмыс істейді. Әлсіз өзара әрекеттесуімен байланысты күштерді жұтып қоятын бос кеңістіктегі зат бар. Бұл әлсіз өзара әрекеттер олардың шекарасынан тыс қандайда бір қашықтықта әрекет ете алатынын білдіреді. Бұл W бозондар және Z бозондар бар деп болжауға келеді. Иондардың әлсіз өзара әрекеттесуінің осы тасымалдаушылары өте массивті, өте ауыр көрінудің төмендеуі теориясының болжамы осындай. Бұл туралы Эйнштейн сияқты бір емес бірнеше данышпан жұмыс істегенін сезген боларсыз. Бүкіл ғалымдар қауымдастығы бар түсініктерін бір теорияға дейін қысқартты. Конденсацияланған орта физигі Филипп Андерсон тасымалдаушы бөлшектерге салмақты хабарлайтын өрістің бар екендігі туралы идеяны бірінші болып ұсынды. Франсуа Энглер, Роберт Браут, Питер Хиггс, Томас Кибл, Джеральд Гуральник және Ричард Хаген Андерсонның идеясын қабылдап, оны қолайлы етіп жасап шығарды. Олар оны арнайы салыстырмалық теориясымен және кейінірек шешуімізге болатын жарықтандырылған теориялармен, теңдеулермен үйлесімдетті. Бұл топ Шелдон Глашоу, Абдус Салам және Стивен Вайнберг аталмыш теорияны күшті емес, әлсіз өзара әрекеттесуге қолдану керектігін түсінді. Және олар массаның тек W және Z бозондарында ғана емес, барлық бөлшектерде қалай пайда болатындығын көрсетті. Ал Герард Тофт бұл барлық математикалық жағынан қолайлы екенін көрсетті. Барлық теңдеулер мағынаға ие, идея танымал болды. Ол және оның жетекшісі Нобель сыйлығын алды. Сонымен бұл қандай идея? Мен бұған дейін айтқан болатынмын. Тағы қайталаймын. Өйткені бұл өте маңызды нәрсе. Ол Хиггс бозонын ерекше етеді. Кәсіби физиктер үшін түсінуге өте қиын және соншалықты маңызды. Тіпті бос кеңістікте Хиггс өрісі нөлге тең емес. Мен сіздерге әлемнің өрістерден құралғанын айтқанмын. Электр өрісі, нейтрино өрісі, электромагниттік өріс, гравитациялық өріс бар. Егер сіз ғаламдағы қалған нәрселерден алыс болсаңыз да, өзіңізді қорғасаңыз, егер сіз барынша бос өте кішкентай кеңістікке қарасаңыз, онда бәрібір өрістер бар.
Бірақ олардың қызметі нөлге тең. Олар ештеңе жасамайды. Олар минималды энергетикалық күйде. Олар аздап тербеледі. Кванттық механиканың кереметі осында. Кванттық механика мүлдем тыныш күйде ешқандай өріс жоқ деп санайды. Гейзенбергтің белгісіздік қағидасына сәйкес, әрқашан бір нәрсе бұрқылдап жатады. Бірақ бұл қайнаудың аз болғаны сонша, ол нөлге жақын. Әлемнің бос кеңістігіндегі барлық өрістер осылай бейнеленеді. Олардың белгілі бір мағыналары бар. Электрондар, кварктар, глюондар барлығы кванттық механика қағидаттарына сәйкес нөл айналасында тербеледі. Хиггс өрісі басқаша. Хиггс өрісі ешқашан нөлге тең емес. Тіпті мүлдем бос кеңістікте де. Өріс белгілі бір тұрақты мәнге ие. Хиггс өрісін нөлдік мәнге келтіру үшін ол көп энергияны талап етеді. Біз Хиггс өрісі тіпті бос кеңістікте де күтілетін нөлдік емес мәнге ие екенін айтамыз. Сонымен Хиггс өрісі сол жақта орналасады. Кванттық механика қағидаттарына сәйкес аздап тербеледі. Діріл күшті болғанда біз оны Хиггс бозоны деп атаймыз. Бөлшек толқындардың тербелісі саналады. Бірақ айналада бөлшектер жоқ болса да, Хиггс өрісі әлі де бар. Қайда барсаңыз да, ол барлық жерде бар. Сіз күні бойы қозғалып, Хиггс өрісінен өтесіз. Және бұл сіздің жеке денеңіздің жұмысында көрініс табады. Өйткені сіз құралған барлық бөлшектер Хиггс өрісімен өзара әрекеттеседі. Әлсіз өзара әрекеттесуді Хиггс өрісі кесірінен әлсірейді. Ал сіз құралған басқа бөлшектер соның кесірінен ауырлайды. Көбіміз бұл туралы айтқымыз келмейді. Өйткені ұзақ әңгіме. Әйтсе де, егер Хиггс өрісі болмағанда, тек әлсіз өзара әрекеттер ғана салмақсыз бөлшектермен тасымалданып қоймайды. Егер әлсіз өзара әрекеттер ғана болып, Хиггс өрісі жоқ деп саналса, электрондар, барлық кварктер және барлық лептондар салмақсыз болар еді. We know that's not right. We know that the electron has a mass. Біз олай емес екенін білеміз. Электронның массасы бар екені белгілі. Хиггс болмаса, электрон жарықтың жылдамдығымен қозғалады. Неге бұл сізді алаңдатуы керек? Өйткені, егер Хиггспен толтырылған бос орын жоқ болса, онда ешқандай атом болмайды. Электрондар, кварктар және тағы басқалар болатын еді. Бірақ бұл электрондар жарықтың жылдамдығымен фотон секілді барлық жерлерге ұшатын еді. Олар атомның құрамына кіре алмас еді. Яғни атомдық физика түгіл, химияда болмас еді. Екі атомның қосылуға мүмкіндігі болмайды. Мен сіздердің химияны ұнатпайтындарыңызды білем, бірақ сіз үшін маңызды. Себебі химия болмаса, биология болмайды. Биологиясыз өмір жоқ. Король институтында дәрістер болмайды, және тағы басқа да. Негізінде Хиггс өрісі болмаса, біз білетініміздей өмір мүлдем мүмкін емес. Хиггс өрісі болмағанда, әлемдегі кез келген күрделі құрылыстың қалай болатынын ешкім білмейді. Бірақ егер сіз Хиггс өрісін бос орынға қойсаңыз, онда электрон бұл жабысқақ Хиггс өрісі арқылы қозғалғанда, ол массаға ие болады. Яғни жарық жылдамдығымен қозғалмай, электрон үнемі Хиггс өрісімен өзара әрекеттесе, белгілі бір салмақты алады. Енді электронның массасы бар, және оны қозғалту үшін күш қажет. Бұл электронның баяулауын тудырады, және атомдардың пайда болуына қатысады. Сондықтан бізде химия орын алады. Сонда өмір болады. Сіз неге Хиггс өрісінің бос кеңістікті толтырғаны физиктер үшін соншалықты маңызды екенін түсіндіңіз. Бұл өрістерді іздестіру үшін алып машиналарды салу айтарлықтай маңызды. Мәселен, тек айтылған нәрсені қорыту үшін біз Хиггс өрісіне қызығушылық танытудың себептері мынада. Хиггс сан өрісі бос кеңістікте нөлге тең. Бұл 1964 жылдан бастап таза теориялық болжам болды. Бұл әлсіз өзара әрекеттесудің кішкене қашықтықта әрекет ететіндігі туралы мәселені шешуге көмектесе алады. 1964 жылдан бері осы бөлшектерді іздедік. Үлкен адрондық коллайдер ЦЕРНде Хиггс бозонын табу әрекеттерінің соңғы нұсқасы. Хиггс өрісі тербеліс кезінде пайда болатын бөлшектер. Бұл үлкен адрон коллайдерінің қандай екенін көрсететін мысал. Бұл Женева әуежайы, Женева көлі. Женева әуежайынан шыққан 16 жолаушының әрқайсының ЦЕРНмен қандайда бір байланысы бар. Бұл елеулі сандар. Бұл жер астында орналасқан, сіз оны көре алмайсыз. Адамдар бұл ғимараттарда үлкен адрон коллайдерінің үстінде тұрады. Міне осы жобаның қаншалықты үлкен екенін көрсететін бірнеше сандар. Шеңбері 27 шақырым, шамамен
$89 миллиард инвестиция салынған. Коллайдердің құрылысы мен пайдалануына 10 мың адам қатысты. Коллайдер кварктерден тұратын ауыр бөлшектер протондардың үдетуін жарық жылдамдығының 99,99999%-на дейін жүзеге асырады. Содан кейін оларды итеріп жібереді де нәтижесіне көз жүгіртейік. Бөлшектер физикасы үлкейген балаға $9 миллиард бергенмен бірдей. Олар не істейді? Олар нысандарды бір-біріне қарсы итеріп құлатады да салдарын көреді. Протондар қозғалатын түтіктің ішінде вакуум. Ол жақтағы атмосфера айдың айналасындағыға қарағанда бостау. Сондықтан тікке коллайдер салу мүмкін емес. Әйтпесе бөлшектер бір-бірімен соғыспайды. Осы айналасында 27 шақырымдық қашықтықта жүздеген триллион протон қозғалады. Бұл протондардың жалпы энергиясы максималды жылдамдықпен жүретін жүк пойызының энергиясымен салыстырылады. Сондықтан олардың қозғалысы үшін дөңгелек траекторияны анықтайтын магниттер қажет. Бұл ашық ғарыш кеңістігінің температурасынан төмен температураға дейін жеткізетін алып өткізгіш магниттер. Олар ғаламшарымыздан суығырақ. Цельсий бойынша -271,3 градус. Барлығы өте маңызды. Құрылыс көп уақыт алды, бірақ кейбір адамдардың арқасында жоспар жүзеге асты. Америка Құрама Штаттары бәсекелес машина жасауды жоспарлағанына қарамастан, үлкен адрон коллайдерін құру жөніндегі CERN жобасының жүзеге асырылуын талап еткен. CERN-нің бөлшектер физикасы Еуропалық зертханасының бас директоры болған Карло Руббия. Руббия өзінің табандылығының арқасында жоспардың дұрыс екендігіне көз жеткізді. Құрама Штаттардың ақырында келісуден басқа амалы қалмады. Құрылыс жобасын басынан аяғына дейін басқару Уэльс физигі Лин Эвансқа сеніп тапсырылды. Ол үлкен адрон коллайдер үшін ең үлкен жауапкершілікті өз мойнына алды. Енді маған аз ғана лирикалық шегініс үшін үзіліс жасауға рұқсат беріңіздер. Мен тек машиналар мен физика туралы ғана емес, адамдар туралы да айтқым келеді. Өйткені ғылыммен адамдар айналысады. Ол бізге аспаннан түспейді. Сондықтан маған осы адамдардың суреттерін көрсету ұнайды. Барлық фотосуреттерден тек ер азаматтарды байқауға болады. Бірақ бұл физикада тек ер адамдар ғана жұмыс жасайды деген жаңсақ пікірден аулақпыз. Мен ғалым болғандықтан сізге кестелерді көрсетемін. Бұл әлеуметтік зерттеудің нәтижелері. Кесте ғылым саласында жұмыс іздеушілердің түйіндемелерінен тұрады. Нәтиже 2012 жылы жария болды. Олар ғалымдарға түйіндеме жіберіп, кімді жалдайтынын сұрады. Кейде үміткерді Джон деп атады. Кейде Дженнифер. Қараңғы баған. Джон, жарқын, Дженнифер. Бұл олардың құзыреттілігі, қызметкерлер ретінде тартымдылығы, оқытуға болатындығы және төлеуге дайын болған жалақысы. Абсолютті бірдей түйіндеме. Тек үміткерлердің жыныстары ғана әртүрлі. Көріп отырғандарыңыздай, кәсібилігі ер адамдармен тең болатынына қарамастан, әйелдерге нұқсан келтірілді. Әйелдерге деген кемсітушілік ер ғалымдардың арасында да. Ғалым әйелдерде де байқалады. Әйелдердің барлығы кемсітушілікке ұшырайды. Бұл түйткілді қалайда шешу керек? Жақсы жаңалық, бұл бағытта бірнеше жұмыс қолға алынды. Бұл кесте Құрама Штаттардағы физикадағы докторанттар мен бакалавриат бағдарламаларына қатысатын әйелдердің үлесін көрсетеді. Және ол қарқынды өсуде. Егер сіз 1965 жылдан бастап физика бойынша докторлық бағдарламаларда әйелдер пайызына қарасаңыз, ол 2%-дан 16%-ға дейін. Бұл әйелдердің ақыл кеңесі 8 есе өскендік емес. Бұл әйелдерге және кейбір ер адамдар оған қарсы наразылық білдіргенімен байланысты. Және жағдай бірте-бірте өзгеріп отырады. Сонымен 100 жылдан кейін корольдық институтқа қайта оралғанда, сіз жаңа зерттеу нәтижелерін естисіз. Ал ол уақытта біз виртуалды шындықта өмір сүріп келе жатқан мәңгі өмірге қол жеткіземіз. Физиктер арасында ерлер сияқты әйелдер көп болады. Бұл менің кішкентай шегінуімнің соңы. Енді адрон коллайдерін құрастырайық. Үлкен адрон коллайдер сияқты мұндай жиынтықтың құрылысы сізге бұрын үйреткен нәрсе емес, өйткені бұл әлем тарихындағы алғашқы осындай жоба. Бұл шағын бионды селеноидтың бөлігі, немесе CMS.
Құрылыста қолданылған компоненттер өлшемі бойынша шектеулер. Оларды құрылыс алаңына шағын ауыл жолымен жеткізуге тура келетіндігінен пайда болды. Сол себепті бұл аталмыш жағдайларды ескере отырып тұрғызылған мүмкіндігінше үлкен құрылым. Содан кейін, сіз бөліктерді түсіруге болатын туннельді қазасыз. Осылайша сізде осы магниттердің мыңдағаны бар. Олар ең мықты өткізгіш магниті деп есептеледі. Сіз оларды түсіресіз, екі жағында да бірнеше сантиметрлік өте кішкентай саңылаулар бар. Сіз мұны мыңдаған магниттермен жасайсыз. УАК-те эксперименталды физикадағы негізгі жобалар саналатын екі тәжірибелі жоба бар. Бұл Atlas және CMS. Құрылысшылардың монетаны тастағанын елестетейік. Бірінші жобаға CERN ғимаратына жақын орнатылуы, ал екіншісіне коллайдерлік сақинаның қарсы жағына орнату түсті. CMS-ті алыс жағында салу керек еді. Олар құрылғыны жер астына орнату үшін тереңдете бастаған кезде, бірнеше метрді қазып алғаннан кейін, ежелгі Рим қирандыларына кезікті. Барлығы Швейцария мен Франция шекарасында орналасқан. Ұзақ уақыт бойы ол жақта өркениет болған. Сондықтан археологтар физиктерді 6 айға қуып шықты. Онда Лондон, Рим және басқа жерлерден монеталар табылды. Және айтпақшы, CMS-ті орнатқан ауылдың көшелері ежелгі Рим қоныстарының көшелеріне қатар орналасқан. Яғни онда ғасырлар бойы түбегейлі ештеңе өзгерген жоқ. Ақыр соңында археологтар өз жұмыстарын аяқтап кетіп қалады. Ал сіз құрылысты жалғастырасыз. Сіз бәрін жинап, оны байланыстырдыңыз. Сосын ол жарылып кетеді. 2008 жылы үлкен адрон коллайдерін қосқаннан кейін, 10 күн өткен соң жарылыс болды. 6 тонна сұйық гелий еденге төгілді. Егер сонда біреу тұрғанда қатты зардап шегеді. Бірақ қауіпсіздік шаралары қабылданып, бірде-бір адам жарақат алған жоқ. Бірақ УАК 1 жылдан астам мерзімге жабылды. Бұл оқыс оқиғаның салдары, әлбетте. Бірақ бұл елемеуге болмайтын қайталануы мүмкін апат еді. Сондықтан жоба жабылды. Мамандар барлығын жөндеді. Бұрандаларды қысып, сымдарды тексерді. Нәтижесінде 2009 жылы машина қайтадан іске қосылғанда, ол өте тамаша жұмыс істеді. 1 жыл барлық адамдардың жүйкесін жұқартты. Бірақ 2009 жылдан бастап үлкен адрондық коллайдер сағат сияқты жұмыс істейді. Айтып өткенімде, екі тәжірибелік жоба бар. Ғарыш кемесі сияқты көрінетін Atlas және CMS. Екеуі де өте үлкен. CMS сәл кішірек, бірақ олардың ешқайсысы осы бөлмеге сыймас еді. Олардың ауқымын жақсы түсіну үшін фотосуреттерде адамдарды белгіледім. Бұл адам, бұл да адам. Бұл физикалық бөлшектердің тәжірибелік жобасы. Бұл протондар түсетін және бір-бірімен соқтығысатын сәуле. Бұл бөлшектерді анықтауға көмектесетін алып магниттер. Айтқанымдай, әлем өзгеріп отырады. Бұл екі жобаның жетекшілері Фабиола Джанотти, Atlas жобасының жетекшісі. Жетекшіні кәсіби жаргонда жобаның өкілі деп атайды. Санта-Барбарадан келген Джон Инкандела CMS жобасының өкілі. Бірақ әр жобада 3000-нан астам физик қатысады. CMS немесе Atlas ғылыми мақаланы жариялағанда, оның 3000 авторы көрсетіледі. Бөлшек физикадағы дәстүр бұл эксперимент бойынша жұмыс істейтіндер туралы жазылған әрбір мақалада бүкіл автор аталады. Бұл олардың барлығы мақаланы жазуға қатысатынын білдірмейді, бірақ олар авторлар тізімінде көрсетіледі. Яғни, үлкен адрон коллайдері, CERN және бөлшектер физикасының адамзат үшін өте маңызды екендігінің белгісі. Бұл шын мәнінде материяның қалай ұйымдастырылғанын, ғаламның қалай жұмыс істейтінін түсінуге тырысатын адамдарға арналған әсерлі ескерткіш. Олар іске қосылмай қалуы мүмкін болған осы керемет күрделі машинаны жинап алды. Бірақ үлкен адрон коллайдері таңғаларлықтай жақсы жұмыс жасайды. УАК бөліктерінің кейбіреуі мүлдем алып емес. Үлкен адронды коллайдердегі менің сүйікті бөлігім протондардың көзі. Протон сутегі атомының жай ядросы ғана. Мәселен, бұл өрт сөндіргіш мынадай өлшемді. Ол сутегіне толы. Ол үлкен адронды коллайдерінің протондар көзі. Кішкентай тығын ашылып протондар шыққан кезде, УАК протондарды электр қуатымен ұрады да электрондар бөлінеді. Протондар үдейе бастайды. УАК-те 100 триллион протон бар, бірақ гелий протондары бар резервуарда одан да көп.
Мұнда көптеген протондар бар. Бұл 10 миллиард жылға жетеді. Бөлшектер физикасы зертханасын жасаған кезде протондар әрқашан артық болуы керек. Сонымен біз протондарды жарық жылдамдығымен тездетіп, оларды итермелеп белгілі бір затқа ие боламыз. Ал сізде әдетте қандай да бір қоспаны аласыз. Көп бөлшектер шығады және оларда мен мион деген кішкентай жазулар жоқ. Бөлшектер әртүрлі жылдамдықпен, соқтығысуға әртүрлі сезімталдықпен, әртүрлі электромагнитті өріспен және тағы басқалар шығады. Сондықтан сіз көріп отырған бөлшектерді талдағанда үлкен күш саны қажет. Барлық дерлік соқтығысулар сізге өте зеріктіргіш нәтиже береді. Өйткені біз физиканы жақсы түсінеміз. Егер сіз үлкен адрон коллайдерінен деректерді алып, оны дискіге жазсаңыз, сіз әлемдегі ең үлкен дерекқорды бірнеше секунд ішінде ала аласыз. Бірақ сіз мұны жасай алмайсыз. Тіпті CERN барлық деректерді дискіге жаза алмайды. Осылайша біз әр миллион оқиғалардың 999,999-ын жоямыз. Біз миллионнан бір ғана оқиға қалдырамыз. Сондықтан сіздерге жақсы деректерді табу үшін өте мұқият болу керек. Алынған деректерді өте жылдам тексеріп, осы оқиғаны бағалайсыз және егер қызықты болса, оны сақтайсыз. Бұл жағдай өте қызықты. Сіз кішкене көксызықтарды көресіз. Бұл кішкентай көксызықтар электрондар. Ал ұзын көксызықтар миондар. Протондағы соқтығысу кезінде бұған қол жеткізу өте қиын. Бұл мүмкін, бірақ бұл өте қиын. Осылайша сіз бұл деректерді сақтап, оны веб-сайтыңызға орналастырып, оны талдауға тырысыңыз. Сіз іздеген нәрсе бұл Хиггс бозоны. Және бұл жерде екі мәселе туындайды. Мәселелердің бірі, кванттық механика бойынша сіз Хиггс бозонының қалай ыдырататынын болжай алмайсыз. Ол керемет кварк деп аталатын заттарға, W глюондарға және тағы басқалар ыдырауы мүмкін. Осылайша бізде айтылғандай іздеу үшін әртүрлі арналарыңыз бар. Хиггс бозоны соқтығысқаннан кейін дереу пайда болады, содан кейін дереу бөлінеді. Сіз ешқашан Хиггс бозонын тікелей көрмейсіз. Хиггс бозоны шамамен 1 зептасекундта ыдырайды. Сізге оның не екенін білудің қажеті де жоқ. Бұл өте кішкентай уақыт кезеңі. Зептасекунд одан әлде қайдас. Сондықтан біз ешқашан Хиггс бозонын көрмейміз. Біз тек оның не нәрсеге ыдырайтынын көре аламыз. Хиггс бозоны басқа бөлшектерге бөлінгенде басқа мәселе туындайды. Хиггс бозоны 2 мионға және 2 электронға ыдырауы мүмкін. Бірақ сол көріністі алудың басқа тәсілдері бар. Сондықтан бұл статистика мәселесі. Кейде адамдар Хиггс бозонын үлкен адрон коллайдері іздеу ол шөптің ішінен инені іздегенмен бірдей дейді. Бұл жиі кездесетін аналогия, бірақ онша дұрыс емес. Уәктегі Хиггс бозонын іздестіру шөптен сабанды іздеуге көбірек ұқсас. Бұл бірдей сабаншалардың арасында, ұзындығы сәл үлкен сабаншаны іздеумен бірдей. Себебі, егер Хиггстің ыдырауы арқылы сіз 2 W бозонын жасасаңыз, мұны көптеген басқа жолдармен жасай алатын едіңіз. Бірақ сіз көруді күтпеген нәрсе табуыңыз мүмкін. Және Хиггс бозонының ыдырауы нәтижесінде пайда болған нәрсе. Осылайша данышпандардың көп жұмыс уақыты осыған кетеді. Және сіздің алатыныңыз мынау. Егер менің кітабыма қарасаңыз, мен кітап жазғанымды айттым ба? Онда сіз осы 2 кестені таба аласыз. Бұл кітаптағы жалғыз графика, және менің редакторым басында біз оның өте ғылыми, өте қиын және қорқынышты болып көрінгенін қаламаймыз деді. Ал мен болсам, біз осы графика үшін $9 миллиард төледік. Сіз оларды қоюыңыз керек дедім. Ол келісті. $9 миллиард. Бұл УАК-ның бағасы. Ал бұл УАК жұмысының керемет нәтижесі. Көріп отырғандарыңыздай, бұл белгілі бір оқиғалардың үлкен саны. Біз іздейтін ерекше оқиғалар протондармен соқтығысып, 2 фотонның қалыптасуы. Шын мәнінде ешқандай қоқыссыз, тек 2 фотонға қол жеткізу оңай емес. Сондықтан бұл сирек оқиға. УАК-те секундына 100 миллион соқтығысы болғанына қарамастан, сіз осындай мыңдаған немесе 100 оқиғаларды ғана аласыз. Содан кейін осы фотондардағы энергияны жалпы мөлшерін, бөлшектер физикасының осы бір түрлі бірлігін пайдалана отырып есептейсіз. Біз энергияны киловатт сағатпен өлшейміз. Өйткені онда қарапайым адамдар біз туралы не айтқанымызды түсіне алады. Сондықтан біз оларды миллиардтаған электрон вольтпен өлшейміз.
Олар X осінде белгіленген. Y осьтерінде сол жақ графикада біз Atlas экспериментінде жасаған оқиғалардың саны. Ал оң жақта біз CMS экспериментінде жүргізгеніміз. Тегіс қисық жаңа бөлшекті ескерместен күтілетін мәндерді көрсетеді. Және ол жақта ауытқулар бар. Бұл шығыңқы. Және мұнда да. Бұл шығыңқы Хиггс бозоны деп атайтынымыздың өзі. Яғни жаңа бөлшектер пайда болды. Неліктен ол жақта дөңес пайда болды? Өйткені қалғанның бәрі протондар соқтығысуы нәтижесінде пайда болған белгілі және болжанатын бөлшектерден фотонды қалыптастыру жағдайы. Дөңес фотонды түзудің тағы бір жолы бекітілетіндіктен пайда болады. Алдымен Хиггс бозоны пайда болады. Оның массасы 126 гигаэлектрон вольт. Содан кейін Хиггс бозоны ыдырайды. Егер онда ерекше бөлшектер болмаса, айта кетейін, бұл іс жүзінде мүмкін емес. Күткен оқиғалардан болған оқиғалардың саны кішкене ауытқуларды іздеп, осындай дөңестерге қарап, жаңа бөлшектер іздейсіз. Яғни шөп ішінен сабаншаны іздейсіз. Осында белгілі бір ұзындығы бар сабаншалар арасынан сәл ұзын сабаншаны іздейсіз. Бірақ осы шығыңқылар онша үлкен болмаса да олар екі тәжірибелік жобаларды да байқалады. Бұл қате болуы мүмкін. Бір тәжірибе емес. Біз бұл деректерді өте күрделі математикалық аппаратты пайдаланып талдадық. Шығыңқы шын екеніне күмән жоқ. Бұл шығыңқының пайда болуының жалғыз тәсілі бұл белгілі бір массасы бар жаңа бөлшектер. Хиггс бозонының барлық қасиеттеріне ие бөлшектер. Біз бұл 1964 жылдағы Питер Хиггстің және оның замандастары ұсынған Хиггс бозоны екеніне 100% сенімді емеспіз. Бірақ ол Хиггс бозоны сияқты жүреді және кептеледі. Сондықтан бұл әрине Хиггс сияқты бозон. Сондықтан тағы біреу Нобель сыйлығын алады. Біз кім екенін білмейміз. Шын мәнінде оны алуға болатынына сенбеймін. Менің ойымша бұл ашылу Нобель сыйлығынан гөрі маңызды. Нобель сыйлығының арқасында кейбір жаңалықтар маңыздылыққа ие болады. Кейде керісінше, белгілі бір жаңалықтарды марапаттау Нобель сыйлығының беделін өсіреді. No question in the world that discovering this new particle is worthy at a science level of recognition such as the Nobel Prize. Мәселе мынада. Дәстүр бойынша Нобель сыйлығы ұйымдарға емес, тек ғылымдағы адамдарға беріледі. Және әрбір ашу үшін 3 адамнан артық емес. Жобаларға қанша адам қатысқанын еске түсіріңіз. 2 жоба бойынша 3000 адам. Хиггс бозоны идеясын қанша адам ойлап тапты? 6, 7, 8, сіздің қалай есептейтініңізге байланысты. Ешқашан 3 немесе одан да аз емес. Сондықтан не болатынын ешкім білмейді. Уақытты қанша адам салған? Көптеген мыңдаған. Бұл жоба үшін марапаттауға тұратын кем дегенде 3 Нобель сыйлығы бар. Біреуі Хиггс бозоны, бірі оны анықтау үшін, ал бірі үлкен адрондық коллайдер құру үшін. Шындығында не болатыны беймәлім. Бұл сұраққа жауап беру үшін ешкім маған ақша төлемейді, сондықтан мен жауап бермеймін. Бірақ бұл жолдың соңы емес. Біз Хиггс бозонының ашылуынан шабыт алдық. Айтайын дегенім, Хиггс бозоны идеясы жерде мен дүниеге келгеннен бұрын пайда болды. Мен Хиггс бозоны туралы әлі білмеген уақытты көрген емеспін. Біз оны осынша ұзақ уақыт бойы іздедік. Біз оны шынымен тапқанымыз белгілі болғанда Питер Хиггс CERN-дегі семинарларда оғаштау көрінді. Осы сұрақпен айналысқандардың бәрі сияқты ол да жас, аспирант, ғылым кандидаты деңгейіндегі жігіт болады. Жас ғалымдар бұл мәселеге жіті назар аударды. Олар теориялық эксперименттер жүргізді. Осы идеяны дамытты және оны жазды. Алайда оларды әріптестер барлығы бірдей елемеді. Ал 40 жылдан астам уақыт өткен соң біреу, біз $9 миллиард төлеп оны таптық дейді. Бұл жай ғылымның ең жақсы көрінісі. Бірақ біз әлі аяқтаған жоқпыз. Үлкен адрон коллайдері Хиггс бозонын табу үшін ғана салынған жоқ. Ол жаңа бөлшектерді іздеу үшін жасалған. Жай қазіргі кезде жобаны уақытша тоқтатты. Ол келесі 2 жыл ішінде мұздату режимінде тұр. Олар тағы да тексеріс жүргізеді және оны жоғары деңгейге көтергелі жатырмыз. УАК 2015 жылы қайтадан жұмыс істей бастайды. Біз бұрын ешқашан қарастырмаған физикалық шындықтың осы түрін қарастырғалы жатырмыз. Сондықтан жаңа бөлшектерді табуға үміттенеміз. 2 есе көп бөлшектер. Егер бізде бөлшектер жеткіліксіз деп ойласаңыз, онда суперсимметрия ұғымы бар. Ол әрбір бөлшектер үшін суперсимметриялық серіктестің болуын растайды.
Біз бұл туралы сөз қозғадық, өйткені бізде 1 сағаттан 12 дәріс емес, 1 сағаттық дәріс. Әлемдегі фермион деп аталатын заттардың бөлшектері бар, ал өзара әрекеттесудің бөлшектері бозондар бар. Біздің білуімізше фермиондардың бозондармен ешқандай байланысы жоқ, бірақ суперсимметрия әр бозон үшін фермионды серіктес бар, және керісінше екенін алға тартады. Сондықтан физика бөлшектерінің стандартты үлгісінде өзара әрекеттесу жоқ болғандықтан, идеясы жаңа суперсимметриялық серіктестері бар екендігінен тұрады. Және біз оларды іздеу барысында ақылды атаулар ойлап табамыз. Егер сізде фермион болса, оның серіктес бозонының басына С қосылады. Кварк үшін скварк бар. Сондай-ақ слептондар, скварктер және тағы басқалар бар. Фермиондар бозондардың серіктері. Соңында ино деген жалғау тіркеледі. Бізде глюон және глюина бар. W және Z бозоны. Вино, зино және тағы басқалар. Біз бұл суперсимметриялық серіктестерді іздейміз. Егер олар бар болса, және олар бізге қол жетерлік жерде болса, үлкен адрон коллайдері оларды таба. Олар болмауы да мүмкін. Суперсимметрия идеясы тек керемет идея емес екен. Ол әртүрлі оң нәтижелерге ие. Ол ғаламдағы қараңғы материяны Хиггс бозонының салмағын түсіндіруге көмектеседі. Бұл кванттық гравитация саласындағы болашағы жарқын теория саналатын суперструн теориясының ажырамас бөлігі. Көп адамдар суперсимметрияның бар болуын қалайды. Әлемге біздің не қалайтынымызға бәрібір. Сіз оны байқаған боларсыз. Сондықтан біз бұл бөлшектерді таба аламыз немесе таба алмаймыз. Бірақ бұл біз зерттейтін нәрселердің бірі. Бонус ретінде мен суперсимметрия болжамдарының бірін айтып берем. Ол жалғыз Хиггс бозонының жеткіліксіз екендігінде жатыр. Егер суперсимметрия дұрыс болса, онда әлемде 5 түрлі Хиггс бозоны бар. Сонымен көңіл күйіміз оптимизмге толы. Тағы жаңа ашылулар көп болады. Әрине бұл тәжірибелік деректер емес, теория ғана. Міне мынау енді деректер. Бөлшек физиканың стандартты моделі ғаламның тарихының соңы емес екенін білеміз. Бөлшек физиканың қалыпты үлгісі кәдімгі материя деп атайтынымызды, яғни мені, үстелді, ауаны, күнді, айды, жұлдыздарды сипаттайды. Бірақ ол ғаламды түсіндірмейді. Өйткені біз ғаламның гравитациялық өрісін бейнелей аламыз, және біз осындай көріністі көреміз. Бұл бүкіл әлем бойынша шашыраңқы галактикалар арқылы өтетін жарықтың гравитациялық бұрмалануларын талдауға негізделген карта. Біз негізінен ғаламның салмағын өлшей аламыз. Сонда біз стандартты модель негізінде түсіндіре алатынымыздан әлде қайда көп нәрсе бар екенін табамыз. Біз есептелмеген материяны қараңғы материя деп атаймыз. Бұл кварктар емес, бұл электрондар емес, нейтрино немесе Хиггс бозондар емес. Бұл мүлдем жаңа нәрсе. Сондықтан бөлшектер физикасына тоқтай алмаймыз. Ашылмаған бөлшектер қараңғы заттардың бөлшегі бар. Бұл бір емес, қараңғы бөлшектердің бүкіл тобын құрайтын 20 жаңа бөлшектер болуы мүмкін. Біз оны әлі білмейміз. Қараңғы бөлшектердің затпен қалай соқтығысқанын көру үшін жер астына қараймыз. Сондай-ақ біз уақытте қараңғы заттар немесе қараңғы заттармен байланысты басқа да бөлшектерді жасауға тырысамыз. Демек, біздің қалауымыз ғана емес, ол шындық, физика жаңаруы қажет. Және уақ сізге мұны жасауға мүмкіндік береді. Ол бола ма, жоқ па, ғаламның бізге қаншалықты қолайлы жағдай жасайтынына байланысты. Егер сіз телескопты ғаламның зерттелмеген аймағына бағыттамасаңыз, егер сіз осы аудиторияда болсаңыз және сіздің өміріңіз туралы ойласаңыз, өйткені сіз кәсіби физик немесе астроном емессіз. Егер күнделікті өмірде пайда болатын құбылыстардың артында физика заңдары туралы ойласаңыз, үстел, орындық, жарқыраған күн, мен, сіз, қояндар, ағаштар, шөптер, қоңыздар және басқалар сияқты. Олардың бәрі бөлшектердің физикасының стандартты үлгісімен сипатталған бөлшектерден жасалады. Қояндарды сипаттау үшін жаңа бөлшектер қажет емес. Мен бұған кепілдік бере алам. Себебі кванттық өріс теориясы оларды бұрыннан табушы еді. Уақытте біз оларды бұрында табушы едік. Ал кванттық өріс теориясы қоянды сипаттайтын деңгейге қатысты дұрыс болса, біз осы қоянды құрайтын барлық бөлшектерді білеміз. Протондар, нейтрондар, электрондар, олардың ішіндегі кварктар және оларды біріктіретін 4 күш. Ал бос орынды толтыратын Хиггс өрісі осы жұмбақтың соңғы бөлігі болды. Сонымен мен соңғы слайдта бөлшектер физикасы шеңберіндегі табиғаттың негізгі заңдарын іздестіру тіпті аяқталуға жақындамайтындығын атап өткім келеді.
Біз ұзақ сапар жасауымыз керек. Бірақ бізбен сіздің негізінде жатқан іргелі физикаға келетін болсақ, онда біз оны аяқтадық. Біз бұны жасадық. 2012 жылдың 4 шілдесінде біз өзіміз жасаған зат құрылымын білдіретін ой жұмбақтың соңғы бөлігін орнаттық. Біз осы бөлшектерді Демокрит заманынан 2,5 мың жылдан бері іздедік. Және ақырында біз мұны істей алдық. Біз әлі аяқтаған жоқпыз. Күнделікті тәжірибемізден тыс әлем бар. Бірақ тарихтың бұл сәті ұмытылмайды. 1000 жылдан кейін біз Хиггс бозонын тапқан күнді еске аламыз. Сондықтан да бұл өте маңызды. Рахмет. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.